Кеш жарық эфирде Айбат жаңалықтары. Студияда Жалғас Сенолла, сурд аудармада Жансұлу Ерланқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ақтөбеде волейболдан жарысқа бара жатып, жан түршігерлік жол апатына түскен балалардың жағдайы қалай? Белгілі журналист Михаил Казачковтың ұсталуына байланысты медиа қауым президентке қандай үндеу жолдады? Депутаттар не дейді? Казачков на нашем журналистском поле настолько авторитетный, настолько талантливый журналист. Бұл істе қандай қылмыстық топтың қатысы болуы мүмкін? Парламент енді басқаша жұмыс істейді. Президентке қатысты өзгерістер заңға қашан енгізіледі? Ол заңнан басқа да заңдар бар. Қазір халықтың несін көтеру керек. Ең бірінші мәселелер қарайтын сол ғой. Уақыты келгенде қабылдаймыз. Қайрат Сатыбалдының бұрынғы әйелі Гүлмира Сатыбалдының ісінде 2 факт бойынша тергеу аяқталды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі мәлімдеді. Аталған фактілер кәсіпорындардың қатысу үлестерін заңсыз иемдену, оның ішінде адам ұрлауға қатысты 2 эпизод бар. Гүлмира Сатыбалды мен өзге де күдіктілер нысандарды салуға бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деп айыпталуда. Келтірілген залал 6 миллиард 600 миллион теңге. Тергеу барысында шығын сомасы толық өтелген. Гүлмира Сатыбалдыға қатысты бизнесті басып алудың және заңсыз бас бостандығынан айырылудың басқа эпизодтар бойынша тергеу жалғасуда. Ал кешке қаржылық мониторинг агенттігі белгілі журналист Михаил Казачковтың ұсталғанын мәлімдеді. Хабарламада журналистің Болат Назарбаевтың көмекшісімен байланысты қылмыстық топқа рейдерлік жасауға көмектесті деген күдікке ілінгені жазылған. Казачков для оказания содействия ОПГ. Казачков құқық қорғау органдарында көп жылдық тәжірибесі бар досы Бурхан Жансейітовті ірі көлемдегі сыйақыға ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне сыбайластық жасауға тартты. Сондай-ақ Жансейітов Казачковқа телеграм каналын модерациялауға көмектесті. Яғни журналистің жарияланымдарының астына таныстарымен бірігіп, комментарийлер жазу арқылы қоғамдық пікір қалыптастырды. Тергеу барысында Жансейітов пен Казачковтың қызметтері үшін ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінен 52 миллион теңге сыйақы алғаны дәлелденді. Хабарламада қылмыстық топтың бірнеше өкілінің аты аталады. Онда журналистің бақ заңын бұзып жалған мәліметтерді, банк, отбасылық, басқа да заңмен қорғалатын құпия деректерді таратқаны, адамдардың беделін түсіретін мақалалар жарияланғаны жазылған. Ведомство қазіргі кезде тергеу жалғасып жатқанын айтты. Ал бүгін Казачковтың әріптестері журналистке араша сұрап, Тоқаевқа үндеу жолдады. Осыдан кейін президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай әлеуметтік желідегі парақшасына журналистің барлық заңды құқығы толық сақталуы тиіс деген жазба қалдырды. Ал мәжіліс депутаты Азат Перуашев Казачковтың мықты журналист екенін айтып, өз құқығын қорғауға барын салсын деп кеңес берді. Казачков на нашем журналистском поле настолько авторитетный. Казачков өте талантты әрі танымал журналист, абыройы да ауыз толтырып айтарлықтай. Бірақ журналист, саясаткер, полиция қызметкері болсын, жалпы кез келген адам заң бұзбау керек. Сол сияқты Казачковқа қатысты да заң бұзылмау керек. Мен бұл туралы телеграм арнада жаздым. Жағдай барысында бақылаймыз. Тағылып отырған айып әрине өте ауыр, бірақ журналист өз жұмысын және өз көзқарасын қорғауға құқылы. Бүгін Сенат пен мәжілістің жұмысын реттейтін жаңа регламент қабылданып бекітілді. Құжатқа сәйкес бұдан былай заңды Сенат емес, мәжіліс қабылдайтын болды. Негізгі өзгерістер бізде болады. Бізге жеке бір мандат болды. Олардың фракцияларға ену, басқасы сайлау заңды талқылау аяқталғаннан кейін міндетті түрде әр адам қалай дауыс берді, қалай дауыс берді, тізімдердің трансляциясын қамтамасыз етіп, оппозициялық фракцияларға әр заң оқылым. Осылайша енді заң жобаларын жоғарғы палата мақұлдап, төменгі палата қабылдап отырады. Заң жобасы парламенттің әр палатасының депутаттары даусымен қабылданады. Егер белгіленген дауыс саны аз болса, заң жобасы қабылданбайды деп есептеледі. Ал конституцияға өзгеріс енгізілетін болса, парламенттің бірлескен отырысы шақырылып, Сенат пен мәжіліс шешімді бірге қабылдайтын болады. Жұмыс тәртібіне енгізілген өзгерістерге сай, премьер-министр қос палатаның бірлескен отырыстарында есеп беруге міндеттелмек. Сондай
Сондай-ақ дәл осы референдумда бірінші президенттің статусын заңнан алып тастауға да халық өз даусын берген еді. Алайда тиісті заңды әлі депутаттар қабылдаған жоқ. Ол заңнан басқа да заңдар бар. Қазір халықтың несін көтеру керек. Ең бірінші мәселелер қарайтын сол ғой. Уақыты келгенде қабылдаймыз. Конституциядан тұңғыш президент туралы нормалар алынғаннан кейін фактически ол заң уже күшін жойылды. Сондықтан оны формальды түрде күші жойылды деп қаулыны қабылдау үшін заң дайындалу керек, уақытында дайындалады. Бүгін депутаттар алдында есеп берген министр Мусин еліміздегі интернет сапасының нашар екенін мойындады. Дегенмен шенеуніктің жоспары күшті. Елді 5G интернет желісі тартылады деп қуантық қойды. Сонымен интернеттің тіпті кейбір кезде байланыстың нашарлығына Мусин кімді айыптайды? Қазір бізбен тікелей байланысты әріптесім Жансұлу Жиенқұл тұр. Кеш жарық, Жансұлу. Кеш жарық, Жалғас. Иә, Жансұлу, сонымен интернет қашан жақсаратын болды? Мусин не дейді? Рахмет, Жалғас. Бұл парламент мәжілісінің ғимаратында интернет жақсы шығар, бірақ соңғы кезде өзіңіз білетіндей әлеуметтік желіге кіре алмай жүргеніміз бар емес пе? Ал ауылдарда жағдай тіпті қиын. Жаңа осы ғана мәжілістің отырыс залында өткен үкімет сағатында есеп берген Бағдат Мусин елдегі 1673 ауыл сапалы интернетпен дұрыс қамтылмаған айтты. Алайда депутаттар министрдің осыған дейін елді мекендерді 99%-бен интернетпен қамтимыз деп жүрген Мусиннің неге өз сөзіне өзінің қарсы шығу себебін сұрады. Тыңдайық. Елді мекендерді интернетпен қамтамасыз ету 99% деп қорытындылайтын едік. Қазір олай айтпайтын болдық дедіңіз. Бұл сөзіңіз бізге бұрын өтірік айтушы, қазір айтпайтын болдық деген секілді әсер етіп отыр. Министр депутаттың бұл сөзіне тосылып қалды. Мусиннің байланыс туралы бірнеше сұрағына берген жауабы мәжілісмен еділ жаңбыршынге ұнамаса керек, адамның басын айналдырмаңдар деп ұрсып тастады. Сіздерге нақты сұрақ береді, нақты жауап беріңіздер. Зет мұны басын бастайсыз, аяғы жоқ, адам басын забалт етесіздер. Адам басын айналдырмаңдар. Министрдің жоспарынша 2027 жылға дейін Қазақстанның 20 қаласына 5G интернеті тартылады деп жоспарланып отыр. Мусин келер жылдан бастап іске кірісеміз дейді. Ал депутаттар 5G түгілі халықтың әлі күнге дейін 3G-ге жетпей отырғанына қапалы. Ал Мусиннің өзі Қазақстанда интернет сапасының төмен екенін мойындады. Ал мектептердегі интернет сапасына басшыларын айыптады. Директор школы экономит. Мектеп директорлары 20 биттік интернет үшін 8-ін ғана төлеп отыр. Олар осы арқылы ақшаны үнемдегісі келеді. Соның кесірінен сапасыз интернет болады. Ал интернет сапасының төмендігіне желі қолданушыларында көбею себеп екен. Елімізде халықтың 90% интернетті пайдаланады. Бұл фактор байланыс инфрақұрылымына әсер етеді дейді Мусин. Ал елдегі сапасыз интернетпен байланыс үшін операторларға 1,2 миллиард теңге айыппұл салынған. Министрдің бүгінгі есебінен айтарым осы. Жалғас. Иә, интернет сапасы әйтеуір жақсарады деп сенейік. Рахмет, Жансұлу, ақпаратыңа. Катардағы әлем чемпионатынан кейін Аргентина халқы ұлттық құраманың жеңісін есі кете тойлап жатыр. Ел астанасы Буэнос-Айресті кешелі бері мыңдаған адам алаңға шығып, тарихи жеңісті атап өтуде. Ал Францияда екінші орынды қанағат тұтпаған жанкүйерлер көшелерді ойрандап полициямен қақтығысты. Жансая Қапасқызы толығырақ айтып береді. Бүгін Аргентинада ұлы той. Футболдан ұлттық құрама араға 36 жыл салып тарихта 3-ші рет әлем чемпионы атанды. Спорт десе ішкен асын жерге қоятын халықтың қуанышында шек жоқ. Үлкенді кішілік көз жастарына ерік беріп тойлап жатыр. Елдегі экономикалық дағдарыс әлеуметтік жағдайдың төмендігінен мезі болған халыққа бұл жеңіс үлкен медеу болды. Ойынды қарап біраз жүйкеміз жұқарды. Аргентинаға ештеңе оңайлықпен келмейді, бірақ бұл біздің жылымыз, біз жеңдік. 1990 жылы төрелік дұрыс болмай жеңіске жете алмап едік, енді міне керемет жетістікке қол жеткіздік. Ал Франция жанкүйерлерінің екінші орынға көңілдері толмағаны сонша, ашудан көшеде қақтығысып тәртіпсіздіктер болды. Полиция оларды тарату үшін көз жасаурататын газ қолданған. Соған қарамастан Франция жұрты футболшыларын мақтан тұтады.
Өте жақсы көрсеткіш болды. Әрине, ең алдымен бәріміздің көңіліміз түскені рас. Себебі жеңіске сәл-ақ қалған еді. Десе де мен барлық футболшыларға оларды мақтан тұтатынымызды айттым. Менің ойымша бұл тарихи финалдардың бірі. Дүбірлі доданы отандастарымызда қалт жібермей тамашалады. Тіпті үйлену тойына жиылған қауым жалпақ экраннан футболды тамашалай отырып, тілек айтып тойлатқан. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев төрткүл дүние көз тіккен тартысты доданың аяқталуымен құттықтап, Катар әміріне жеделхат жолдады. Мемлекет басшысы Шейх Тамим бен Хамад Әл Таниді және Катар халқын ұлттық күнімен құттықтап, елдің қарқынды дами беруіне тілектестік білдірді. Сонымен қатар президент Қазақстан мен Катар арасындағы әлеуеті жоғары қарым-қатынас одан әрі дами түсетініне сенім білдірді. Жансая Қапасқызы, Болат Абдуллин, Айбат жаңалықтар қызметі. Ақтөбеде жарысқа бара жатып жол апатына ұшыраған балаларды апара жатқан жүргізуші қалғып кеткен. Полицейлер бірқатар былықтың бетін ашып, спорт мектебі басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалды. 9 баланы арнайы автобуспен емес, жеке көлікпен апаруға не себеп? Бір баланың өмірі қиылған жан түршігерлік апатқа кімдер кінәлі болуы мүмкін? Толығырақ тілші материалында. Ақтөбе маңында жан түршігерлік жол апаты болды. Оқушылар мінген Toyota Естема көлігі жолдан шығып кеткен. Тізгінде жасөспірімдер спорт мектебі директорының 32 жастағы орынбасары болған. Апаттан балалардың бірі оқиға орнында жан тапсырды. Тағы 8-і балалар ауруханасына жеткізілді. Оның 5-еуінің жағдайы ауыр. Қазіргі таңда сол 5 баланың ішінде реанимацияда жатқан, 3-і өз есіне келді. Операция жасалды, 2-і қазір ИВЛ-да жатыр. Жасанды өкпе желдеткіште. Бірақ положительный динамика бар, неврологическая. Бірақ біздер оларды жаңа медикаментозный сонымен бір 4-5 күнде біз ұстаймыз. Өткені мына бас ми жарақатына покой керек, тыныштық. Қалған 3 бала бұлар жалпы хирургия бөлімінде жатыр. Жағдайлары жақсы. Сондай-ақ 32 жастағы жаттықтырушының да жағдайын дәрігерлер ауыр деп бағалайды. Әлі есін жимаған, ал көлік жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полицейлердің болжамынша ол рөлде ұйықтап кеткен. Дегенмен жол апаты аймақтың білім және спорт саласындағы біраз былығын ашып берді. Оқушылар білім алатын мектепте де, балаларды жаттықтыратын спорт мектебінде де автобус жоқ. Мұндай жарыстарға қазынадан ақша бөлінуі тиіс еді, бірақ бұл жолы бөлінбеген. Питание 2 МРП. Тамақтануға 2 айлық есептік көрсеткіш, жататын орын 5 мыңнан қаражат қарастырылу керек болған. Бірақ біз ата-аналардан да жинамадық. Автобус жоқ, сондықтан бұл мәселені біз білім бөлімімен өзара шешкен болатынбыз. Дегенмен ата-аналар жарыстарға үнемі ақша жинайтындарын алға тартты. Тек осы жол ғана жаттықтырушы апарған еді дейді. 16 күн шығатын балдар 17 күн шығып тұр мысалы. Таң атпай 7-де. 140 пен келатыр дейді, балдар шошынған дейді, мысалы, ояу балдар айтып жатыр дейді. Жоқ, ешкім білген жоқпыз. Балдарға уже 9-дан кеше звондасақ, ешкім телефон алмайды. Уже ол кезде случай болып қойған уже. Біз сағат 12:30-да естіп тұрдық. Жоқ, өз қалтамыздан төлейміз, жататын жері бәрі өзімізден болып жүр. Айта кетейік, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры да немқұрайлығы үшін тергеуге алынды. Жағдай жергілікті биліктің жіті бақылауында. Торғын Мелесқызы, Елмира Ержанова, Азамат Көбегенов, Айбат жаңалықтар қызметі. Қарағанды облысы Ақтау кентінде көп қабатты үйден өрт шығып, 6 тұрғын түтінге тұншығып қаза болды. Арасында 12 және 15 жастағы балалар да бар. Тұрғындар құтқарушылар кеш жетті дейді. Оқиға қалай болды? Кенттің өзінде өрт сөндіру бекеті неге жоқ? Өрт сөндірушілер кешікпегенде қайғылы оқиғаның алдын алу мүмкін беді? Жандос Бақытұлы анықтап көрді. Түнгі сағат 2-лерде орын алған өрт мына үйде тұтанған. Қара түтін барлық қабаттарға демде тарап, шошынған жұртшылық өз бетінше әрекет ете бастаған. Бірі бөлмелерінде отырып көмек күтсе, ал кейбіреулері терезеден шығуға әрекет жасаған. Нәтижесінде түтінге тұншығып 6 адам қайтыс болды. Олардың арасында ерлі зайыптылар мен 2 баласын құтқармақ болған жалғыз басты ана да бар. Өрт шыққан үй иесі де оқиға орнында жан тапсырыпты.
Түнгі сағат 1:54 кезінде маған қайтыс болған жездеміз звондап айтты. Осылай өрт басталып жатыр, шығыңдар деп. Содан кейін жолдасым бірден есікті ашып қарады. Есікті ашқан кезде үйдің ішін түтін шалып кеткен, уже шығуға мүмкіндік жоқ. Содан кейін бірден ол кісі есіктің кілтін алды да бізді спальныйға апарып, сол жерде терезеден демалып тұрдық. Егер де пожарный болған жағдайда, бұндай жағдайдың бірі болмас еді. Әпкем де жездем де тірі қалатын беді. Пожарный кеш келген, айтып біз кеш келмесе, мынаны сөндіріп алушы еді, нетуші еді. Тұтанған неткен. Жалының астында ғана өртеніп отыр ғой. Үстіне өртеніп отыр, жарайды онда түсінуге болады. Анаған жеткенше астында өртеніп отыр, астын сөндіруге болады ғой. Құтқарушылар келгенше қара түтін қоршауындағы тұрғындарға 4 жігіт көмекке келген. Өз өмірін қатерге тіккен Ақжол Марат 6 адамды алып шықты. Осы жолдан өтіп бара жатқан кезде үй жанып жатқанын көріп қалдық. Сосын кірдік, хозяинды алып шықтық. Адамдарды ояттық. Шықпасын деп айтқанбыз негізі. Сосын барлық терезеден секірді адамдар. Барлығын шығардық шамалы келгенше. Жалпы Ақтау кентінде 7000 адам тұрады, бірақ бірде-бір өрт сөндіру бекеті жоқ. Төтенше жағдай бола қалса, 30 шақырым қашықтықтағы Теміртаудан құтқарушылар шақыртады. Жауапты министрлік бұл елді мекенге өрт сөндіру бөлімін ашуды әлі жоспарлап жүр. Жер бөлінген, жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеу келесі жылға деп отыр. Бүгінгі таңда елдің өртке қарсы қызмет қорғасын 422 өрт сөндіру депосы қамтамасыз етеді. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары қамтамасыз етпейтін елді мекендерді және ауылдарды, аудандарды жергілікті атқару билік органдары қамтамасыз етеді. Талапқа сай ауылда 5000-нен астам тұрғын болса, ол жерде өрт сөндіру бекеті болуы шарт. Төтенше жағдай министрлігінің дерегінше, республика бойынша өрт сөндіру бөлімін қажет ететін мұндай ауыл аймақтардың саны 120-дан асып жығылады. Жандос Бақытұлы, Ерке Ұлан Тойболдин, Айбат, жаңалықтар қызметі. Алматы облысындағы Тұздыбастау ауылында әкім сайлауы әділетсіз өтті. Осылай деп шағымданған бір топ адам дауыс беру кезінде заң бұзушылықтарға жол берілді дейді. Басшысын әділ сайлақсы келген көпшілікпен тілшіміз Бауыржан Жақсымбет тілдесіп қайтты. Тұздыбастау ауылының тұрғындары бірінші рет өздеріне әкім сайлады. Бірақ әділетсіздіктер орын алғанына қынжылады. 860 сайлау учаскесінде түсірілген мына видео көптің күдігін одан әрі үдете түсті. Дауыс беру жәшігінің алдында тұрған кісінің бірнеше бюллетенді тастап жатқанын тәуелсіз бақылаушы телефонына түсіріп алған. Ескертуімді ешкім елемет деп отыр. Бақылаушыларға сендер жоламайсыңдар, сендердің шатақтарың жоқ деді. Сен только келген адам қарап отырасың деді болды. Заң бұзушылар көп болды. Қазір мен прокуратура облыстан келді, райондықлер қазір менен нелер алып отыр. Ауыл әкімі болуға 5 кандидат үміткер болған. Жиналған халық олардың қайсысы болса да қарсылығымыз жоқ, тек әділ өтуін талап етеміз дейді. Мәселен, кейбір адамдар сайлау учаскелеріне барып өз есімдерін таппаған. Негізі пропискам осы жерде менің, бірақ тізімде болмай шықтым. Сосын мен қайтадан сыртқа шығып кеттім. Есік алдында тұрдым, мен мектептің алдында. Звондадым, осындай болмай жатыр мен деп. Сөйтіп қайтып кір деді. Қайтып кіріп сөйлесіп, не қылсам, уже не толып тұр ғой. Мен кірген кезде оның ішінде жоқ тұғын. Мен таңертең ерте бардым. 8-дер шамасында. Уже бланкілер толып тұр. Әр үміткер 200-ден 300-ден алады дауыс. Сонда есептеңіз, 800 дауыс алады. Бір үміткер 736 дауыс алады. Ал енді бір участокке 1500 адам келді дегенге ол енді барып тұрған, ол несінің хаттамасында тұр сайлаудың. Ал аудандық сайлау комиссиясының төрағасының шешімі мынадай. Бізде 6 сайлау учаскесі ғой, 6 сайлау учаскесі. Қазір мына заң бұзушылық мына бір сайлау учаскесінде деп айтып жатыр, но олар нақты әлі белгіленген жоқ қой. Енді белгіленген болса, бір сайлау учаскесі бойынша біз шығару мүмкінбіз. Именно мына несі заңсыз деп несінің итогын отменять етуге. Сайлау қорытындысы бойынша кандидат Өмірзақ Жалғасбайға 2357 адам дауыс беріп, әзірге жеңіске жетіп тұр екен. Бірақ тексерістерге байланысты әзірге әкім ретінде жариялаған жоқ. Ал сайлау комиссиясының төрағасы қайта сайлау болмайтынын айтып, тексерістерден кейін нақты қорытынды белгілеп болатынын жеткізді. Бауыржан Жақсымбет, Медет Исапанов, Айбат жаңалықтар қызметі. 20 жыл әскери қызметте жұмыс істеп, зейнетке шығарда далада қалдым. Астаналық Данияр Бүркітбаев мемлекеттен өтемақысын ала алмай жүр. Толығырақ Қаламқас Нысанбай айтсын. Астана тұрғыны Данияр Бүркітбаев өткен жылы зейнетке шыққан. 20 жыл әскерде жүріп, енді 50-ге келгенде мемлекеттен ақшасын ала алмай жүр. Айтуынша өтемақы төлеу туралы құжатты 20 жыл бұрын толтырып өткізген. Кейіннен басқа әскери бөлімге ауысқанымда рапорт жоғалып кетті дейді.
айтады, бірінші жазған баянатыңыз жоқ дейді. Архивқа запрос жасадық, архив справка берді, мына жерде бар. Справкада жазылған, кезінде жазылған баянаттар, қалғандары құжаттар заң бойынша утилизация кетті деп. Содан бері сотқа бардым. Сот шешім дұрыс қабылдаған жоқ, тек қана госорган позициясы ұстайды. 5 жылға 11 миллион теңге өтемақы қалған, ал қалған 12 жылға шамамен 35 миллионға жуық теңге төлеуі тиіс. Заңгер Жасұлан Нұрмағамбетов баянатқа, яғни рапортқа қатысты шикілік барына айтып отыр. Ұлттық ұлан зейнет жасына жеткенде әскериді баянаты жоқ деп өтемақыдан айыруы заңды емес деген пікір айтады. Баянат жазған кезде кез келген құжаттар кеңсеге тіркелуі қажет. Егер ол екінші копиясына өзіне жаңағы кіріс нөмірін және мерзімін тіркеп алу керек етін. Егер ол болмаған жағдайда, сол қай күні тапсырғанын, қай мерзімде тапсырғанын тексеріп, кірістер кеңседе кірістер құжаттарынан тексеріп көруге болады. Данияр ұлттық ұланда қызмет еткен жауапты орган пікір білдіруден бас тартты. Осылайша жарты өмірін ел тыныштығына арнап, күндіз-түні елді күзеткен сарбаздар енді мемлекет табалдырығын тоздырып соттасуға мәжбүр. Қаламқас Нысанбай, Нұрсұлтан Сәулет, Ермек Махметов, Айбат, жаңалықтар қызметі. Бүгін Астанадағы бас шыршаның шырақтары жанды. Тәуелсіздік мейрамынан кейін бірден жаңа жылдың қамына кіріскен әкімдік бұл шараға қанша қаражат жұмсады? Қазір елорданың басты шыршасының маңынан әріптесім Аягөз Тұрсынбай байланысқа шыққалы тұр. Кеш жарық, Аягөз, сөз өзіңде. Қайырлы кеш, Шалғас. Дәл қазір біз экспо ғимаратының маңында тұрмыз. Жаңа ғана бірер минут бұрын Астанаға жақында ғана ауысып келген қала басшысы Жеңіс Қасымбек елорданың басты шырақтарын жақты, халыққа өзінің жылы лебізін білдірді. Көріп тұрғандарыңыздай айналаның бәрі жап-жарық, мұз айдын, мұз мүсіндер, шам шырақтар жанып тұр. Шыршаның да басты шыршаның да шырақтары жанды. Ал халықтың бұл әсем кештен алған әсері қандай, оны өздерінен сұрап көрсек. Қазір менің жанымда міне елорда тұрғыны Ералы деген азамат тұр. Ералы мырза, жалпы бұл кештен алған әсеріңіз қандай, бөліссеңіз? Сәлеметсіз ба? Сәлем қазақ елі. Бүгін керемет мереке болып жатыр. Халықтың көңіл күйі жоғары. Өте жақсы мереке бұл. Жаңа жылдармен келе жатқан жаңа жыл мерекесі, бұл жаңа жылдың бастамасы. Жалпы шырша деген керек па, қалай ойлайсыз? Әр мерекенің өзінің орны бар. Біз Союздың кезінде туылған адамдарға шырша, ол балалық шақты еске алады. Өздеріңіз білесіз, енді келешек ұрпаққа наурыз шығар, шырша қазір уақытта керек болып тұр енді. Мен өзім Жақсы, рахмет. Мерекеңізбен келе жатқан. Сондай-ақ осы шыршаның маңында тегін мұз айдыны мен сырғанақ ашылды. Өзіңізбен бірге коньки болса болғаны, және де қала билігі осындай шыршалар әрбір ауданда, қаланың әрбір бұрышында болатынын айтты. Ал бұл безендірулерге қала бюджетінен қанша қаражат кетті екен, оны әкімнің өзінен сұрастырып білген едік. Ендеше тыңдап алсақ. Шырша жағу рәсімінен мерекенің алдындағы көптеген мерекелік шаралар басталады. Жалпы жаңа жылға дайындық 290 миллион теңге қаражат талап етті. Шыршаны жағу рәсімінен кейін соң оның мерекелік концертке ұласты. Эстрада жұлдыздары ән айтып, міне қазір ойын ойнатылып жатыр. Жалғас, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет, Аягөз. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.